Қайырлы күн, студенттер. Бүгінгі біздің онлайн сабағымыздың тақырыбы CSS байланыстырудың жолдары. Жалпы CSS дегеніміз HTML бетке, сайттың бетіне өң беру, стиль беру. Жалпы ол стильді беру үшін бізге HTML-ға CSS-ті байлаудың түрлі жолдары бар. Оның ең негізгісі және қарапайымы бірінші түрі бұл ішкі байланыс. Ішкі байланыстың сипаттамасы әрбір HTML элементке, яғни тегке style атрибут ретінде беріледі, және ол жерге стиль тікелей қосылады. Артықшылығы жылдам және қарапайым. Бұл жеке қандай да бір элементті стильдеу үшін өте ыңғайлы. Кемшілігі бар, кодты қайта-қайта пайдалану мүмкіндігі төмен, және ол кодтың көлемін ұлғайтып жіберуі мүмкін. Келесі сыртқы байланыс. Бұл CSS форматында жеке файл ретінде стильдерді жазып және HTML құжатына нақты тег арқылы байланыстыру. Бұның артықшылығы кодты қайта пайдалану мүмкіндігі өте жоғары және кодты басқаруды жеңілдетеді. Кемшілігі бұның қосымша HTTP сұрауын қажет етеді және алғашқы жүктелу кезде уақытты ұзақ алуы мүмкін. Келесі импорт арқылы қосу. Бұның сипаттамасы CSS файлында басқа CSS файлдарын импорт ережесі арқылы қосу. Және бұның артықшылығы CSS файлдарын ұйымдастыруды жақсартады, кодты басқаруды жеңілдетеді. Кемшілігі HTTP сұрауларын көбейтіп, өнімділікке әсер етуі мүмкін. CSS байланыстырудың тиімді жақтары мен кемшіліктері. Inline CSS бұл ішкі байланыстыру, жедел өзгерістер үшін жақсы, бірақ кодты қайта пайдалануы қиын. External сыртқы. Кодты қайта пайдалану және басқару үшін ең жақсы, бірақ қосымша сұрауларды қажет етеді. Internal бір бет үшін ыңғайлы, бірақ басқа беттерге қолдануға келмейді. Енді осы байланыстырудың тәжірибе жүзінде қалай болатынын қарапайым мысалдармен көрсетіп кетейік. Мысалыға қарапайым inline ішкі байланыстыруын көрсететін болсам, нақты бір тегке style тегін қосу арқылы өң беруге, стиль беруге болады деді. Ол мұна мысалға P тегіне, абзац тегіне style атрибут ретінде қолданамыз тегке. Ол жерде түсті береміз, сарғыш әлеуі түске. Одан кейін оның font size, текстің размерін береміз, және ол осы 24-ші размерде мұна түсте, оранжевый түсте текст беріледі. Бұның нәтижесін көретін болсақ, мына HTML style CSS оранжевый түстегі текст берілді. Келесі екінші түрі бұл internal дедік. Бұл style ретінде ішкі мета тег ретінде беріледі. Бұл жерде барлық стильдер түрі, мысалға body тегіне ішкі негізгі денесіне берілетін түс, H1 тегіне берілетін түс, мынау ID ретінде мәтіннің размерін береді, түсін береді деген сияқты нәрселерді мета тег ретінде қосамыз, және оны body денесінде мына жақта шақыратын боламыз. Егер ол нақты тегке берілген болса, ол атауы жазыла салады. Ал егер ол жаңағы класс не ID ретінде берілсе, ол міндетті түрде мынандай жерде көрсетілуі керек. Бұның нәтижесінде не шықты, оны көрейік. Мына форматтағы нәтиже шықты. Келесі тегте бұл CSS-ті бөлек сақтаймыз.